Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен кез келген уақытта, кез келген тағамға пайдалануға болатын оригинальный әрі универсальный өте дәмді соустың рецебімен бөліскім келіп отыр. Бұл соусқа ең керегі бір ғана ингредиент. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып лайк баса отырыңыздар. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бұл соусқа бізге тек қана қызанақ керек болады. Мен 1,5 килограммдай қызанақ алдым. Қызанақ мясистый, етті, суы аз помидор. Бұл соусты негізі жаздық помидорлармен жасасаңыз өте дәмді болып шығады. Ең алдымен помидорларымызды жуып тазалап алғаннан кейін қабығын ашсаңыздар да болады, қабығын ашмасаңыздар да болады. Мен қабығын ашмай помидорларды осындай ұсақ бөліктерге бөліп алдым. Егер қабығын ашитын болсаңыздар, помидорды қайнап тұрған суға салатын болсаңыздар, қабығы тез ашылатын болады. Осылайша помидорларымды ұсақтап, турап, кішірек бөліктерге бөліп аламын. Бұл соустың ерекшелігі, кез келген уақытта егер өзіңізде дайын тұрған болса, қандай тағам болмасын пайдалансаңыз болады. Бірінші тағамдарға да, екінші тағамдарға, суптарға, шашлык, әсіресе пиццаға өте ыңғайлы. Және де томатный пастаның орнына пайдаланатын болсаңыз, денсаулыққа өте пайдалы. Сонымен бірге осыған түрлі дәмдеуіштер қосып, түрлі соустар жасауға болады. Осылайша қызанақтарымызды осындай ұсақ бөліктерге бөліп дайындап алғаннан кейін, мен көбіне блендер пайдаланамын асханада. Блендерлеріңіз жоқ болса, ет тартқыштың көмегімен айналдырып өткізіп аласыздар. Мен блендердің көмегімен айналдырып аламын. Осылайша блендердің көмегімен барлық қызанақтарымды айналдыра отырып, осындай шағын кастрюлькаға салып аламын. Өйткені қазір отқа қойып, осы қызанақтарымызды қайнататын боламыз. Енді мінекей, барлық қызанақтарымды осылайша айналдырып алдым. Енді осыны отқа қойып, 30 минуттай қайнататын боламыз. Отта араластыра отырып қайнатамыз. Ешқандай дәмдеуіш ештеме қоспаймыз. Жарты сағаттай қайнағаннан кейін 2 шай қасықтай тұз қосатын боламын. Мінекей осы видеода көріп отырғандарыңыздай соусымыз баяу отта жай басып қоясыздар. Баяу отта жарты сағат қайнады. Жарты сағат қайнағаннан соң мен 2 шай қасық тұз қостым. Одан басқа ештеме де қосқан жоқпын. Тұзды қоспасаңыздар да болады. Одан кейін осындай банкаларға құйып, дайындап қойдым. Кез келген уақытта, кез келген тағамға дәмдеуіштер қосып пайдалана берсеңіздер болады.
Егер менің осы рецептім сіздерге пайдаларыңызға жарап жатса, сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, каналымды қолдай отырыңыздар. Келесіде тағы да көптеген пайдалы рецепттермен бөлісемін деген ниеттемін. Сау болыңыздар.